Ұстаз ұлттың ұлы тұлғасы, ұрпақ тәрбиесімен айналысатын, шәкірттің болашағына бағыт-бағдар беретін, әр жүрекке ізгілік пен білімнің дәнін егетін қасиетті мамандық иесі. Осындай аяулы жандардың бірі Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 1 мектептің бастауыш сынып мұғалімі Мұқанова Сәуле Жолтайқызы. Сәуле Жолтайқызы ұзақ жылдар бойы білім саласында абыроймен еңбек етіп келе жатқан ұстаз. Ол 1974 жылы Қостанай облысы Амангелді ауылында дүниеге келген. Еңбек жолын ерте бастап, бар өмірін балалар тәрбиесіне арнаған. Ал 2000-2003 жылдары Абырай Алтынсарин атындағы Арқалық педагогикалық институтында бастауыш мектептегі оқытудың әдістемесі мамандығы бойынша жоғары білім алып шықты. Білім беру саласындағы тынымсыз еңбегі мен үздіксіз ізденісінің арқасында 2023 жылы педагог сарапшы біліктілік санатына ие болды. Бұл оның кәсіби шеберлігінің жоғары деңгейде екенін дәлелдейтін мәртебелі жетістік. Мен Мұқанова Сәуле Жолтайқызы 1993 жылдан бастап нөмірі 2 мектепте еңбек жолымды бастадым. Осы Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы білім беретін мектепке 2001 жылы келдім. Осы ұстаздық еткен жалықпас үйретуге балаға дегендей еңбек жолында балалармен саналы тәрбие мен сапалы білім беру жолында еңбек етіп жүрмін. Осы кезге дейін 8 түлек шығарып салдым. Өзім жайлы айта кететін болсам, ұлағатты ұстаз, аяулы ана, әжемін, 5 немерем бар. Балаларға сабақ беру барысында жаңа технологияларын қолданамын. Қазіргі сыныбым 4-ші сынып. Балаларым өте жақсы, әртүрлі жарыстарға, сайыстарға қатысады. Атап айтқанда Сейілхан Айша, Дүйсенбек Ансар, Марден Ұлжан сияқты оқушыларымыз қалалық, облыстық деңгейде алтын сақа олимпиадаларына қатысып жүр. Әр жыл сайын білімімізді жетілдіру үшін курстардан өтіп отырамыз. Алдыңғы жылы Қостанай облысы Шапағат білім беру орталығының курсынан өттім. Әр 4 жыл сайын балаларды 1-ші сыныпқа қабылдап отырамыз. Биылғы сыныбым 4-ші сынып, 22 оқушым бар. Әр қайсысының орны ерекше мен үшін. Әрбір үйдің еркесі болғанмен менің алдында өздерін біліммен, салмақтылығымен, тәрбиелігімен өздерін көрсете біледі. Құрметті әріптестер, ұстаздар, сіздерді алда келе жатқан ұстаздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Алдағы уақытта дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, еңбекте абыройлы болыңыздар. Сәуле Жолтаеваның жалпы еңбек өтілі 32 жыл. Ал дәл осы Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 1 мектепте 24 жыл бойы еңбек етіп келеді. Ол жүздеген оқушының жүрегінен орын алып, өмірлік жолға қанат қақтырған, ұжымдастарына үлгі бола білген абзал жан. Сабақ беруден әр балаға ерекше көзқараспен қарап, олардың жеке қабілетін дамытуға күш салады. Қарапайымдылығы мен талапшылдығы, сабырлылығы мен жанашырлығы әріптестер мен ата-аналардың ғана емес, балалардың да жүрегін жаулап алған. Ұстаз болу жүректің батырлығы, ұстаз болу сезімнің ақылдығы, ұстаз болу мінездің күншуағы, ұстаз болу адамның асылдығы. Құрметті уағатты ұстаздар және менің сүйікті сынып жетекшім Сәуле Жолтайқызы. Сіздерді бүгінгі төл мерекелеріңізбен шын жүректен құттықтаймын. Шәкірттеріңіздің құрметі мен махаббатына бөленіп жүре беріңіздер.
шығармашылық ізденістер, ғылыми жаңалықтар арта берсін. Әрқашанда жағымды жаңалықтар көп болсын. Мерекелеріңіз құтты болсын. Баланың жүрек жарды сөзі, ұстаз еңбегінің шынайы бағасы. Сәуле Жолтайқызы сияқты ұстаздар балалардың тағдырына оң әсер етіп, болашақтарына сенімді қадам жасауына себеп болады. Мен Шоқан Уәлиханов атындағы номер 1 жалпы білім беретін мектебінің тәрбие жөніндегі орынбасары Шалғыбаев Нұралы Бәдіқызы. Әріптесім Мұқанова Сәуле Жолтайқызы туралы бірер сөз, жылы сөз айтқым келеді. Ұстаздар күніне орай Сәуле Жолтайқызын шын жүректен құттықтаймын. 32 жыл еңбек өтілі бар педагог сарапшы, 3-ші А сыныбының жетекшісі, өз ісінің майталманы, маманы Сәуле Жолтайқызын әріптестер, ұжым, ата-ана, оқушы барлығы өте қатты құрметтейді. Ол кісінің алдынан шыққан шәкірттер өте жоғары білімді, өте дарынды оқушылар болып шығады. Адамға қарым-қатынасы Сәуле Жолтайқызының өте мейірімді, жанашыр. Сондықтан осы мерекеге орай, ұстаздар күніне орай Сәуле Жолтайқызын шын жүректен құттықтап, шығармашылық табыстар, отбасына бақыт тілеймін. Бұл бір ғана ата-ананың емес, ондаған тіпті жүздеген ата-ананың сөзі. Сәуле Жолтайқызының білім берумен қатар ата-анамен ашық диалог құра білетін, сенім мен түсіністікке негізделген қарым-қатынас орната алатын шебер педагог. Шоқан Уәлиханов атындағы нөмірі 1 жалпы білім беретін мектебі 1962 жылы осы ғимаратқа көшіріліп алғаш жұмысын бастаған болатын, яғни 63 жылдық тарихы бар екен. Сол 63 жылдық тарихта Мұқанова Сәуле Жолтайқызы 2001 жылдан бастап жұмыс, яғни ұстаздық қызметін атқаруда. Сәуле Жолтайқызы бастауыш сынып мұғалімі, яғни бастауыш сынып мұғалімінің еңбегі ерен деп айтуға болады. Яғни мектептен түлеп ұшқан шәкірттердің алғаш тардай болып кіріп, таудай болып шығуына үлкен септігі тиетін осы бастауыш сынып мұғалімдері, яғни алғаш қолдарына қалам алуды үйретіп, алғаш әріпті танытатын осы бастауыш сынып мұғалімдері. Сол себепті Сәуле Жолтайқызы осы 2001 жылдан бастап жұмыс өтілі барысында өзі де, яғни мұғалім есебінде, және оқушылары да бастауыш сынып болса да, әртүрлі деңгейдегі мектепшілік, қалалық, облыстық, республикалық болсын, әртүрлі байқауларға оқушыларын қатыстырып отырады. Өзі де ғылыми конференциялар, семинарлар, олимпиадаларға қатысып, жүлделі орындардан мұғалім ретінде де оқушыларда да сондай бір жүлделі орын тұғырынан көрініп жүр деп айтуға болады. Енді бүгінгі сәтті пайдалана отырып, осы Сәуле Жолтайқызын және Шоқан Уәлиханов атындағы нөмір 1 жалпы білім беретін мектебінің ұстаздар ұжымын келе жатқан ұстаздар мерекесімен шын жүректен құттықтаймыз. Ең бірінші кезекте дендеріне саулық, отбасыларына амандық тілейміз. Одан әрі осы ұстаздық қызметіне тек қана шығармашылық табыстар тілейміз. Алдарынан білімді, дарынды шәкірттер түлеп ұша берсін. Ұжымдағы сыйластық пен сенім білім беру мекемесінің табысты болуына тікелей әсер етеді. Сәуле Жолтайқызы сынды ұлағатты ұстаздар ұжымды біріктіріп, өзара құрметке негізделген орта қалыптастырады. Ұстаздық оңай емес, ол үнемі ізденісті, шыдамдылықты, жүрек жылуын талап ететін мамандық. Сәуле Жолтайқызы осы жолда өз миссиясын адал атқарып келеді. Қарапайым еңбекпен үлкен жетістікке жеткен жан. Оның шәкірттері бүгінде әртүрлі салада еңбек етіп, өмірден өз орындарын табуда, ал олардың жүрегінде Сәуле апайдың мейірімі мен үйреткен өмірлік сабақтары мәңгі сақталып қала бермек.